Бисмиллах, ал нәтиже осылай болды. Ал кеттік жасау барысына. Ал сіздер қолдай отырыңыздар. Ал мына бізге керекті дүниелер, ДТФ пленкалар, маталар және дублерин керекті дүниелер. Ал бисмилlah деп бастаймыз. Галстугімізге мына жағынан 11 болатын, мына жағынан 14 болатын. Осылай бізге бұл галстугымызға қажетті галстугымызды осылай қырқып аламыз. Мына бізде бабацин матамыз. Мына жерде бізде 4 болды. Бізге 6 қажет. Тағы 2 болса жеткілікті деп ойлаймын. Осыны артық шетінде кесіңіздер. Бізге қажеті жоқ. Қойып. Кешірім сұраймын. Қолым тиіп кетіп тұр. Осылай. Біз 6 штук кесіп алдық. Ал енді бізге галстугымыздың бір жақ бетінен осындай изумруд түсінен бір жақ бетін 6 штук кесіп алуымыз керек. Ол үшін мен мына жерде алдында істеген болатынмын. Осылай. Осылай болатындай. Мысалға қазір мен сізге көрсетемін. Ол балаларға, кішкентайырақ балаларға, оқушы балаларға, бастауыш балалар болғаннан кейін бұны сәл кішірек етіп шештім. Мына жағын 50 см. Мына жағын есептеген кезде 4,5 см. Бұл бүктеліп тұрған кезде. Мына жерден былай қарай 43,5 см. Мына жер аралық бізде 7 см болады. 7 см. Осылай қырқатын боламыз. Бізге 5 штук осы размерде керек, 1 штук мұғалім размерінде керек болады. Мына жерде апайларына жасайтынына 10 см қостым, ұзындығын. Сонда мына жерден разница көрдіңіздер ме? Мына жерден сәл қосылды. Мына жерден 9 см болса, мына 9 см. Мына 6 см бұл. Мына екі аралық 7 см. Сонда мына бет аптасы осындай аралықтар болады. Соны апайларына кесіп аламыз. Келесі ақ матамызға дәл осылай бастырып кесіп аламыз. Осылай 5 дана қосылған. Біз енді мына галстуктерімізді дублерин дейміз. Бисмилlah. Дублериндеуді бастап кеттік. Осылай жабыстырып аламыз. Келесісін. Мына жақ беті клеен беті.
осылай мына артық шеттердің бәрін кесіп тастайтын боламыз. Сосын ал тігеміздің алған барлығын осылай братан екіге бүктеген күйінде үтіктеп қойып дайындап тігуге дайындап қоя берейін дедім. Осылай осылай шығып жатыр. Балалардікі болсаң кішкене қысқарақ қылып жазып та осылай ары қарай жасай береміз шетінен. Осылай істесек мына четкий болып басылады. Ары қарай осылай жалғастыра береміз. Осындай болды. Одан кейін мынаны былай біріктіріп тіктік. Одан кейін былай қаратып алдық, оңғаратып алдық. Сөйтіп бүйтіп қойып мына тігісіне қалды. Үтіктеп шықтық. Одан кейін мына шеттерін зигзагтадық. Одан кейін былай біріктіріп тіктік. Сонда мінекей біріктіріп тігілді. Сіздер уақытыңызды алмай қойып. Сонда осындай болып шықты. Ал енді ары қарай бізде алдында үтіктеген болатын. Үтіктегенде осындай екі бөлік болды. Екі бөлікті аламыз. Енді қарсы беттеріне қаратып мынаны былай тігіп аламыз. Енді былай қаратамыз даны. Осылай шығады. Енді мынаны тігісі жатық болу үшін былай қаратамыз. Өстіп қолмен бүйтіп жатқызып жүрдім мен. Өстіп болсаңыздар одан да жақсы болады. Одан кейін екі жақ бірдей болсын дегенмен алайда мына шеттерін қырқып алып тастадым. Мына шеттерін сәл қалыңдау болмасын деп, аударған кезде ыңғайлы болсын деп. Мына жерде аударғанға орын қалдырып кеткен болатын. Өстіп аударып алатын боламыз. Мына бұрыштарын шығарып үшін мен қайшыны пайдалана беремін. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер не пайдаланатындарыңызды. Мына жағын жақсылап шығарып. Мына жағын да жақсылап шығардым. Мынандай. Мына жағын да дәл солай істейтін боламыз. Мына аударып, мына бетінде әдемілеп шығарып қойдым. Енді мына жерде тігілмей қалған мынандай шетін машинамен тігетін боламын.
дейміз және бізде оюымыз дайын. Мына жерге және мына жерге эмблемаларымызды мына жерге қойып аламын. Осылай жасап аламын. Бастайық жұмыстың барысын. Мінекейіңіз, осындай дүние шықты. Мынау жазамыз. Нәтиже осылай шықты. Енді мынаны алты жерін алып тастадым. Тегістеп зигзаг қылып бермейді. Мына жерден жалған жерін алып тастаймыз. Негізі мынандай болып нәтиже шығарады ғой. Сосын мына екеуін қосып етін боламыз. Мына шыққан дүниені бұлай тігіп, одан кейін мындай дүние шықты. Оны біздің дайын болған галстугымызды аламыз. Одан кейін ақырындап бүйтіп саламыз. Мындай болып шығады.